бұл салатты бір көргеннен қарыннан хе салаты ма деп сұрап жатады. Мүлде олай емес. Жазда ең көп жасалатын ең керемет салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Барлық баялдың қабығынан аршып, ұзыншалап турап, тұз, су құйып, ашылық кеткенше қалдырамыз. Кляр дайындаймыз. 2 жұмыртқаға күштен өткізілген сарымсақ және тұз, 2-3 ас қасық ұн салып араластырамыз. Бізде міндетті түрде қоймалжың болу керек. Енді баялдылардың барлығын салып, аунатып, қызып тұрған майда 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Бізде тез арада осылай қызарып піседі. Енді дәмі деген өте керемет болып шығады. Осылай қиярмен жасасаңыз, барлығын қуырып алғаннан кейін енді қиярымызды ұзыншалап тураймыз. Одан кейін қызанақты да қиғаштап турап аламыз. Мейлінше сәл ірілеу етіп тураған дұрыс. Енді барлығын бір тысқа жинаймыз. Және мен морковча салаты қостым. Ол болмаса сәбізді күштен өткізіп қоссаңыз болады. Және тағы да күштен өткізілген сарымсақ, ақжелкен, аскөк, уксус 9%, тұз және 1 ас қасық соевый соус қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл салат тез арада дайын болады. Өте керемет болып шығады. Сондай-ақ сочный болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмінің өзі енді өте ерекше болып шығады. Және менің пайдалы парақшама тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Парақшамда түрлі пайдалы рецептерді көре аласыз. Баршаңызға ас болсын.